Қалай екен? Шүкір Аллаға. Айнұр, сіз біздің қай ырым тиімді, қажетсіз деп есептейсіз бір кішкене? Ой, біразы бар ғой. Соның бірі? Аспанға қарап түкірме десе, қалшындай енді ол так түкірмесін. Білмеймін, ұмыт қалдым ше, білейін қандай бар еді, бір түрлі бірдеңкелер бар. Бірақ табалдырық деген дұрыс сияқты, білмеймін, өзім тұруға қорқам ше. Неге бойың өспей қалады деген өтсең? Сондай меді, әйтеуір табалдырық тұрма, жантайма деп, бүйтіп отырма дейді ше. Мынадан да қорқам, кстати. Мынаны да істемеймін ғой. Бүйтіп отыратын бар еді ғой. Соны да істемеймін. И бірақ басқалар білмейтіндер сияқты мен. Керілме деп айтады. Иә, кереге керілме. Есінеме дей ма, осы қаршы білмеймін. Біразынан қорқам. Қорқам, неге қорқасыз? Анандай, мынадан, например, мен кәдімде қорқам бұрын бүйтіп отырған кезде. Бүйтіп отырма, типа, атынан қайтып кетеді деп айтқан. Соны қорқып кеткем. Анандай ырымдар шыққан ғой, сосын современный ырымдардан айтайыншы. Мынаны 3 досына жібер, болмаса анау болып қалады, бүйтіп қалады деп. Солар вообще не в тему деп соңғыш жүрсе. В общем, білмеймін. Енді ол ырым тиім емес. Тиімнен шыққан нәрселер ғой, иә. Ырым тиімнен білмеймін, негізі бір естігем, странный, бірақ ұмытып тұрмын қазір былай. Тапа-тал түстеге үстімнен түскеннен кейін. Кішкене бір кешке қарай қоймайсың ба? Ояна бастағанда. Нешеде ояндыңыз бүгін? Ой, мен таң атпастан тұрып аламын. 5:30-да тұрып аламын. 5:30-да тұрсаңыз, сіз үшін уже түс қой мынау деген. Менде мынандай болады, таңертең оянған кезде бүкіл әлемді қопаратындай болып тұрамын да. Сосын бір осындай уақыттарда ұйқым келе бастайды. Сосын бір түстен кейін қайтадан ояна бастаймын. Сондай күйе. Сондай екен. Арунаның көңіл күйі бүгін қалай екен? Көңіл күйі керемет екен. Аруна, сіз қай ырым тиімдарды бір қажетсіз, бір ақылға қонымсыз деп есептейсіз? Негізі ырым тиімнің барлығын ше, біраз дүние шынымен де бір. Мен сенемін негізі ондай дүниелерге. Былай жасамау керек, таңдай қақпау керек деген тиім нәрселерге. Шынымен де мен ондай бір жоқ, мынау керек емес деген дүние бар деп айта алмаймын. Ол ежелден бері келе жатқан дәстүр емес, қалыптасқан әдет. Сенесіз демек? Сенемін, иә. Дем салу ондайға да сенемін. Мәссаған. Бірақ біздің кейбір ырым тиімдер, мысалы таңдау қағу деп жатсыз ғой, сол қазіргі уақытта баланың тез тілі шығу үшін сондай әдістерді қолданады. Енді ол қайда үшін болса енді білмеймін ғой. Білмейсіз ба? Басқа сұрақ жоқ па? Расул, қалайсыз? Жақсы, шүкір Алла. Көңіл күйіңіз қалай? Қайсы өзіңізбен дұрыс па? Сіздердің махаббатта кім үшінші адам? Түсінемін. Қандай махаббат, қандай үшін? Сіз үшінші адам сияқтысыз. Айда әлде қымбат, білмеймін ғой. Мен ба үшінші адам? Солай сияқты. Сіз потеря болып отқаныңызға қарағанда үшінші адам сияқты. Мен сондай бола алайын. Оңай құтылып кетудің жолы сол ма? Неге жауап беремін, білмеймін. Енді сол үшінші адамды айтсаңыз, бәрі түсінікті болады ниет деп ойлаймын. Мен ғой сол. Қоймайды дейсің ғой. Үміткерше. Білем тоқтап қоймын. Жалпы ол жоспарыңызда болмаған бет деген ма? Үміткер ма, неге? Білмеймін енді үшінші адам. Негізгі жоспар сол үміткер ғой, негізгі.